Здравствуйте. Онлайн режимде В письме приглашение вообще. Сайты, да, можно скачать сайты, То есть Zoom сами просто ссылку синхронно жібереміз. Не отбросить. вы дайте мне мой телефон занят. Я себе диктуйте номер. Давайте. 690. Magical community order? Aynen gelmişler ne izin alsın. Güzel kaptılar. осы номерде WhatsApp бар ма? Жазайын, сосын не ссылка жібереміз. Mars geliyor. Они могут подойти до сайта. Recording in progress.
Ваш. Сөйлейтін сөзі. Да. 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 Что можно начинать? Нет, регистрация. Былай жалпы түсіндіре берейін, иә, босқа отырған былай ауылдан бұл не үшін керек біздің мына сіздердің мусор төгіп жүрген жерлеріңіз бар ғой, ауыл ортасында екі шақырым жерде мусор төгілетін соған кезінде 2018 жылы ма екен 4 гектар жер бөлінген. 4 гектар жер бөлінген. Қоршау жасалған, бұл таңда қоршау жасалған білесіздер. Ең соны заңдастыру мәселесі. Ол заңды болу керек. Өйткені әрбір қоқысқа төгілген жерлердің барлығына космостан қаралған оған ұстаталым керек. Ол космостан көрінеді бәріне. Ғарыштан көрінеді. Жақында ғана айттық қой, микрорайондағы фотосы біреулер жіберіп жатыр. Ол да қазір жұмыстарды космостан ғарыштан көрініп, соған байланысты ол заңсыз жерге салады. Сондықтан біздерге экология оған рұқсат берілмейді. Негізгі рұқсат берілетін жерлер қазір айқындалады. Сол жерді бізде заңдастыру мақсатында биылғы жылы 800 қанша мың екен неге шығады, порталға шығады. Бізде соған осы айтылған болатын. Как называется это? Еңбек групп Казахстан. Еңбек групп Казахстан Орал қаласынан врачпыз да зарегистрирован. Орал қаласынан экологиялық осы алды. Осы кісілер енді бізге рұқсат беріліп толықтай құжатын толтыру керек. Құжатын толтырып, соны заңдастыруымыз керек. Осыған сәйкес жинау керек. Сұрақ болған жағдайда енді бұған мамандар жинау керек. Қазір енді аудандық маман қосылу керек не бойынша. Сол бойынша түсіндірілу керек. Дауысқа саламыз бұл жерде. Енді халық жинау керек қой негізінде. Біреудің мысалға ол жерде қарсылығы болуы мүмкін. Ол жерде ұқсат болғанда ең бірінші су шайын өтпеу керек ол жерде. Қандай да бір ауыр тараған жағдайда, тағы сондай бір қауіпті жағдайларда су жоқ ойланғанда. Екіншіден, өртеген жағдайда кететін орман жоқ. Тек белгіленген жер, соған біз халықтың рұқсатын алып, сол жерді заңдастыруымыз керек. Біздің міндетіміз сол. Сосын тек қана сол 4 гектар аймаққа төгілу керек, ол қоршалу керек. Қазіргі уақытта мына қатты қалдықтарды нету деген бар ғой. Көптеген шетелде бұл байлыққа, біздерде ондай әлі дамымаған. Негізінен ол жердегі пластикалық нелер бөліну керек. Мысалға пайдаға асатын екінші қайтара жаратылатын заттар деген болады. Екінші қайтара пайдаға асырылады. Мысалы көрсіздер ғой ютубтан пластикадан көйлекке дейін келіп жатыр. Енді шыны ыдыстар, мысалға строительный материалдар, негізінен кейін қарай обработкадан өту керек те, қалдық қалмау керек қой. Безотходное производство деген ол бар. Қалдықсыз өнім шығару керек. Негізі соған кету керек. Түбі еліміз дамуының ішінде осы да бар. Жасыл ел деген бағдарлама бар. Жасыл елдің ішінде осы қалдықтарды көбейтпей, мысалы көбейген, мысалы бір жерге ауыл жиналса, сол жерде мусор пайда болмай ма, адам баласы болады. Соны қайтадан жаратып, соны қайтадан өндіріске салу керек. Ал осы соны тыңдап отырыңыздар, қазір айтамыз, дауысқа саламыз. Ертең біреу сұрақ болса ойламаңдар, не айтқанын білмеймін. Сендер де халықтыңды бөліп жібересіңдер.
сендер де осы ауылға жаңа келген адамсыңдар. Жұмыс істемейтін кісілер келмейді. Сендердің баяғы жұмыстары мәселелеріңіз ғой дейді. Ертең осыны айтып жүресіңдер. Бос сөз айтпай осындай нәрсені айтыңдар. Сөйтіп жатыр деп. Сосын жылда оған қаражат алуымыз керек. Ол мусорларды жерге жинауымыз, оның бәрі қаражат қой мысалы. Музей трактор келу керек, оның бәрін итеру керек, уақытында өртеу керек. Өртеуге де экология рұқсат керек. Негізі сынына кетіп өтеуге болмайды. Көміліп, түгелдей замуровать етіліп, беті алып кестелу ол жерден 4 гектар. Сонда жою. Сіздердің ауылдан шыға төгесіңдер. Бұл мусорға дейін төгесіңдер. Ауыл былай қарасаңыздар, біріншіден экологиялық зиян, екіншіден заңға қайшы әрекет тауып. Сіздің аты-жөніңіз кім? Біліп отырайық. Кім болып табыласыз? Экологсыз ғой. Баяндамашысыз ғой. Эколог маман. Факсвалдиева, Хамида Елмекова деген ханым келіп отыр екен. Ол экологиялық орталыққа да еңбек қылып. Сонда эколог болып табыласыз. Сол баяндама бойынша қатысып. Дайын болғанда айтыңыз, біз дайынбыз. Әует ішініздер ме? Точно ма? А то жаңбалаға барды, аштан өлейін келіп келдік деп айтып жүрмеңіздер. Әует ішпеген болсын. Татьяна, вы обедали, да? Точно? Точно. Чтоб с нашей стороны никакого этого не Нет, было. нет никаких претензий. Мы делаем свою работу. Хорошо. Не беспокойтесь. Это нашу традицию, нашу казахскую традицию, это не позволено. Все Что хорошо. гости без еды, без ничего оставить, это грех будет. У нас все по времени. Не беспокойтесь. Мы с вами уже 3 месяца работаем, да, по-моему, по телефону. С июля, да. Бізде қазақта есть такое слово, выражение, көптің жүзін білгенше, атын білгенше бірдің жүзін біл дейді. Что многих, как не знать, лучше один раз видеть в прямом смысле. Конечно. Очень приятно. Да, мне тоже очень С приятно. вами работать. Наш это готов, Усат. Да, мне Айнур скинул. Да, отправил, да? Да. Оригинал готов. Да, хорошо. По вашему это перевод мы готовили это. Давно были, наверное, потеряли, мы заново остановили. Хорошо, да, пусть За у нас это будет немножко Айнур. деньги заплатили, по-моему. Примерно около 100. Bizim de yürüyüp bakıyoruz. Bunun da var. Bunun da var. Yardım için üstünde var. Документы должны быть в любом случае. Abi ne olur? Nasıl? O çıkıyor, zaten. Сотталасың ертең, ана жазған үшін сотталасың. Бекер жаздың. 20 миллион кредит келуі мүмкін маған. Еңбек групп келіп тұрса, бізге ақша төлейді деп айтты аққозы. Дұрыс оның сауаттылығы ол. Қайда қол қойып отқаныңызды білу керек. Қоғамдық тыңдаудың тәртібі бойынша қатысқан адамдар тіркеуден Кімдер екенін ертең базадан анықтаймыз ғой. мектепке барса оқушылар собрание сол кезде сол тіркеу алады мұғалім. Жоқ, бұлар мұғалімдер емес, бұлар менің қызметкерлерім көптің. Ана жерде мәдениет үйінің қызметкері отыр. Басқалары осы әкімшіліктің мәдениет қызметкері екеуі отыр. Басқа әкімшіліктің айналысында. Болады ма? Біздер жібердік, ал бізден айырылды. Нұсбүйімізді тауарын беріңіз, оқудыңыз, бақша жатыңыз. Құрметті ауылдастар, бүгінгі отырысымызды ашық деп жариялайық. Жалпы отырысымыздың мәнін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының экология және геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығына сәйкес өтетін болады. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органның өкілінің төрағалығымен өткізіледі.
қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелері Қазақстан Республикасының экология кодексінің 96 бабына сәйкес әзірленеді және қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібін айқындайды. 2025 жылғы 28 тамызда Қызылорда ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекеме үшін қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкінде мүдделі халықтарды таныстыру үшін қоғамдастық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру, сондай-ақ әзірге экологиялық рұқсат алу үшін материалдар орналастырылды. Сол бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру жөнінде ақпаратты бірыңғай экологиялық порталында жариялаған болатын. Жалпы бұл қазір порталда ілулі. Кіріп қарай берсеңіздер, порталдың есін бере алады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде таратылды. Бірінші, Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғи пайдалануды реттеу басқармасының ресми интернет ресурсында. Екінші, бұқаралық ақпарат құралдарының Орал өңірі номер 69 21 462 и при Урале 69 25 180 26 08 25 жылғы санында газетінде Ақжайық радио каналында орыс және қазақ тілдерінде хабарландырулар бар. Үшінші, Қызылорда ауылдық округі әкім аппараты хабарландыру тақтасында қоғамдық тыңдаулардың төрағасы қоғамдық тыңдауларды ашады және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың назарына қоғамдық тыңдаулардың регламентін жеткізеді. Қарапайым көпшілік дауыспен қатысушылар арасынан қоғамдық тыңдауларға хатшы таңдалады және осы қағидалардың 6-шы қосымшасына сәйкес регламент бекітіледі. Тыңдаудың хатшылығына еңбек групп Қазақстан шектеулі серіктестігінің маманы Щелкова Татьяна Леонидовна кандидатурасын ұсынамыз. Кандидатураға болмаса кандидатураға қарсы адамдар болса айтыңыздар, болмаса дауыс беруге рұқсат етіңіздер. Ал осы кісіні қарсылыққа тағайындаймыз ба? Ендеше дауысқа салайық. Қарсы қалыс жоқ қой, осы кісі біздің негізгі бүгінгі тыңдалымның негізгі қатысушы болып табылады. Келесі, қарсы қалыс жоқ. Көпшілік дауыс беріп Щелкова Татьяна Леонидовна қоғамдық тыңдаудың қатысушысы болып сайланды. Келесі мәселе бойынша күн тәртібін бекітіп алуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, 14:30 пен 15:00 арасында, енді уақытымыз сәл жылдырды, сондықтан 15 пен 15:30-дан айтып қатысушылар тіркеу. 15:00 15:10 арасында қоғамдық тыңдауды ашу, яғни қазіргі процесс жүріп жатқан. 15:10 15:30 арасында баяндамашыларға сөз сөйлеу. 15:30 пен 16:00 арасында баяндамалар бойынша талқылау, қатысушыларды ескертулер мен ұсыныстары, сұрақ жауап жүреді. 16:00 16:15 аралығында қоғамдық тыңдауды қорытындылау. Осы болып табылады. Ал бүгінгі күн тәртібіне алып қосатындарыңыз бар ма? Ендеше күн тәртібін бекітейік, дауысқа салайық. Қарсы қалыс жоқ қой, баршаңыздан қоғамдық тыңдауды регламенттің көпшілікпен дауыспен бекітілді деп есептейміз. Күн тәртібіне сәйкес сөз кезегі баяндамашыларға беріледі, алдын ала келісіп алайық, бірінші баяндаманы тыңдап алып, содан кейін сұрақ жауап қойылсын. Баяндамашы еңбек групп Қазақстан жеке шектеулі серіктестігінің эколог маманы Сатыбалдиева Хамида Ермековнаға беріледі. Хамида Ермековна, ханым келіңіз. Баяндама сізден. Саламатсыздар ма? Теміржан Серікші айтып өткендей, полигон қатты тұрмыстық қалдықтарды жиналатын жер полигонға экологиялық кодексінің 122 бабына сәйкес рұқсат қағаз алу керек. Заң бойынша Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес. Бірыңғай экологиялық портал немесе қазір ақпараттық жүйе базадан қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық жүйеде мына алдымызда көрсетіліп тұрған 4 жоба сол ақпараттық жүйеге 30 календарлық күн бұрын орналастырылды. Теміржан Серікші айтып өткендей, газеттерде және телерадио, облыстық телерадио компаниясының радиосы арқылы ақпарат таратылды. Бірінші жоба сіздің назарларыңызға ұсынылып отырылған
ластаушы заттардың шекті рұқсат берілген шығарындылардың нормативтерінің жобасы, норматив допустимых выбросов. Екінші жоба қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының жоспары. Осы үш жобаны мемлекеттік сараптамаға тапсырып рұқсат алу мақсаты қойылып отыр. Қоғамдық қолдау негізі тағы да қайталап өтсем, Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес өткізіліп жатыр. Және қоғамдық тыңдауларды өткізуге өзінің қағидасы бар. Жаңа адамдар сұрап жатыр, соны не үшін қол қоямыз деп. Әр салада қоғамдық тыңдау өткізудің өзінің тәртібі бар. Келген адамдарды тіркеуден өткіземіз, дауысқа саламыз, сұрақ жауап сіздің пікірлеріңіз болса соны хаттамаға енгіземіз. Осы екі құжат бойынша құжатқа сай қоғамдық тыңдау өткізіліп жатыр. Жобаны жасақтау мақсаты қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидасына сай мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру үшін екінші санат объектілеріне міндетті түрде жаңағы мемлекеттік сараптамаға осы жаңағы атап өтілген 4 жоба тапсырылуы керек. Экологиялық кодекстің 122 бабына сай. Келесі слайдта жобаланған нысанның шолу картасы орналасқан. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Қызылорда ауылында. Тұрғын аймаққа дейінгі қашықтық 1000 метрден астам, немесе 1,5 километрді құрайды. Қысқаша мәлімет, қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының ауданы 4 гектарды құрайды. Бұл полигонға сұрыптаудан және қайта өңдеуден кейін қалған қатты тұрмыстық қалдықтар, сұрыптауға және қайта өңдеуден қалдықтар қабылданады. Қалдықтар полигонға ауылдың ұйымдары мен кәсіпорындары мен шарттық негізде қабылданады. Полигонда қауіпті емес қалдықтар орналастырылады. Полигон аумақтары 2 аймаққа бөлінеді. Қалдықтарды сақтау аймағы және тұрмыстық шаруашылық аймағы. Қойма аймағы шартты түрде қалдықтармен кезектесіп толтырылып жеке учаскелерге бөлінеді. Алып келген қалдықты қалай солай үйіп тастау деген сөзіміз арнайы карталарға бөлініп, олар кезекке дегенмен бірінші карта толтырылғаннан кейін келесі картаға көшіп отырады. Өзінің технологиялық режимі сақталу қажет. Елді мекендерді тазалау жоспарлы және жүйелі түрде келісім шарттар мен кестелерге сәйкес ауылдық әкімдік пен санитарлық экологиялық қадағалау органының бақылауымен жүргізілетін болады. Келесі слайдта бірінші ұсынылып тұрған жобамыз норматив допустимых выбросов болды да. Рұқсат етілген ластағыш заттар нормативтерінің кестесі көрсетілген. Бұл кестеде қалдықтарды көмген кезде атмосферлық ауаға шығатын ластағыш заттардың өзінің методикасы бар, заңдастырылған. Сол методика бойынша, әдістеме бойынша азот диоксиді, аммиак, көксутек, көміртек оксиді сияқты химиялық заттардың аттары бөлінген. Себебі өздеріңіз білетіндей кез келген органикалық зат ыдырайды ғой, разложение дейміз, ыдыраған кезде осындай заттар бөлінеді. Немесе бір сөзбен айтқанда биогаз. Сол себептен осы жиналысты пайдаланып барлық халықтан сұрайтынымыз қалдықтар шықпас үшін үйден бастап сұрыптауды бастау керек. Пластикті бөлек, органик қалдықтар негізі ол полигонға түспеу керек, себебі органикадан көп биогаз бөлінеді, биогаз ол тез өртенеді, сондықтан полигонға қойылатын өзінің талаптары бар. Жалпы атмосферлық ауаға шығатын қалдықтардың көлемі 1,79 тоннаны құрайды бір жылдың ішіндегі. Келесі слайдта екінші жоба экспертизаға мемлекеттік сараптамаға түсетін бұл қалдықтарды басқару бағдарламасы. Жаңағыда бір сөзбен айтып кететін болсақ, қалдықтарды полигонға апарған кезде полигонның ішінде жүрген қызметкерлер оның паспорты бар ма, қай жерден келді, визуально көзбен бақылап қарайды, ішінде әйнек жоқ па, темір жоқ па, қағаз жоқ па. Себебі полигонға ары қарай сұрыптауға келмейтін, кәдеге жарамайтын, ары қарай одан бір пайда алу мақсатында қондалынбайтынына қалдықтар төгілу қажет. Сол себепті полигонға қоршаған ортаға зиянды заттарды көмуге полигонға келетін қалдықтардың
оны көмуге бола ма жоқ па, сол мақсатта қалдықтарды басқару бағдарламасы деген программа дайындалды. Оның мақсаты неде? Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық даму стратегиясының ережелеріне сәйкес келеді және енгізу бойынша жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған ресурстарды үнемдеу мақсатында оларды қосымша шикізат көздері ретінде шаруашылық айналымға қайта қайтаруға мүмкіндік беретін қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың қазіргі заманғы технологиялық тәсілдерін жүзеге асыру. Бағдарламаның міндеті қауіпті қалдықтарды залалсыздандыру және кәдеге жарату, өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға теріс әсерін азайту, компаниядағы өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу деңгейін арттыру бойынша жаңа технологиялар мен заманауи тәжірибелердің жетістіктерін енгізу есебінен қол жеткізілетін өндірістік алаңдардағы экологиялық жағдайларды жоспарлы жақсарту. Полигон тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарда түсірілетін қатты қалдықтарды қабылдайтын болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына биологиялық, химиялық және эпидемиологиялық қауіпті қалдықтарды, радиоактивті заттар мен қалдықтарды, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрамында улы заттар, ауыр металдар, жанғыш және жарылғыш ингредиенттер бар қалдықтарды қабылдауға тыйым салады. Қатты қалдықтарды залалсыздандырудың технологиялық процесі келесі операциялармен сипатталады. Қоқыс таситын көліктер мен полигонға қалдықтарды жеткізу, түсіру бағыты, қоқыс таситын көліктердің тәуліктік қойма қақысынан түсіру. Келесі слайдта 25-34 10 жылға алмады ғой рұқсат қоршаған ортаға шығарылатын ластағыш заттарға рұқсат 10 жылға алынады. Сонда лимиттер көрсетілген. Bir жылдың ішінде 276 тонна қатты қалдықтарды көмуге рұқсат алынатын болады. Оның ішінде қайтадан қолданылатын қалдықтар графаны көріп тұрсыз 0, тек қана кері қолданысқа түспейтін, ары қарай сұрыптауға жарамайтын ғана қалдықтарды қабылдайтын болады. Келесі бағдарлама өндірістік экологиялық бағдарламасы. Жаңа айтып жатқандай, Арқын мырза айтып кетті, Қазақстан бойынша заңсыз несанкционированный свалка дейді, көбейіп кеткен. Сол себепті қалдық жинайтын алаңды біздер заңдастырып, тек заңдастырып қана қоймай оны қоршап, арнайы карталар мен арнайы технологиямен көму әдісін сақтау керек. Bir картаны толықтырмай, келесі картаға көшіп кетуге болмайды. Және сонымен қатар квартал сайын, 90 сайын экологиялық мониторинг жүргізілетін болады. Ол дегеніміз не? Квартал сайын жаңағы солтүстік, оңтүстік, батыстан, шығыстан экологиялық зерттеу, лабораториялық, аккредитованный лабораториялармен зерттеу жүргізетін болады. Ертең полигон кімнің балансында соларға сондай шарт қойылады. Және сонымен қатар топырақ зерттейтін болады, сынамаларын алып. Бұл Қазақстан Республикасының 182-ші бабына сәйкес жүргізіледі. Полигон екінші санатты қауіптілігі бар объект болғандықтан осындай талаптар қойылатын болады. Атмосфералық аулаға әсерді бақылайтын болады және топырақ жағындысына әсерді бақылап отырады. Өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері 90 сайын есеп түрінде экология департаментіне тапсырылып отырады. Ертең сізге барлығы түсіндіріліп айтылады. Арнайы сайт бар, МВД экология сайтта бәрін. Келесі осы бағдарламаға қатысты шығарындылар көздері туралы жалпы мәлімет. Стационарлық шығарындылардың көздері барлығы 4-еу. Оның барлығы да ұйымдастырылмаған. Ұйымдастырылмаған деген себебіміз ол ұйымдастырылған көздерде арнайы труба болады. Полигондағы қалдықтар барлығы ұйымдастырылмаған, сондықтан мониторинг есептік әдіспен жүргізіледі. Мониторинг воздействие әсер ету ол міндетті түрде аккредитациясы бар лабораториялардың инструментарий жабдықталған әдіспен жүргізілетін болады. Аспаптық әдіс. Сонымен қатар газ мониторингі жүргізіледі. Бұл міндетті полигон тело дейміз, полигон денесінде жүргізіледі. Газ мониторингі. Ол түзілетін газдың мөлшері мен құрамы анықталатын болады.
полигонның бетінде және объекттің санитарлық қорғау аймағында газдың бетіне бақылаусыз шығуына жағдайларды анықтау үшін кокс газының мониторингі полигон денесінде карталар бойынша жеке мынадай заттар бойынша көзделген: азот диоксиді, көміртек оксиді, күкірт гидрид, тағы басқа бірінші таблицада көрсетілген заттар. Полигонның газ мониторингі полигон денесінде карталар бойынша жеке 4 нүктеде қамтамасыз етумен жүргізіледі. Сынамаға алынған күні, ауаның қысымы, ауа температурасы, желдің бағыты, жылдамдығы тіркелінеді. Ауа сынамаларын алғаннан кейін оларды аккредиттелген зертхана талдайды. Атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау жоспар кестесі жаңағы айтып өткендей 90 сайын жүргізілетін болады. Аспаптық әдіс, инструментальный. Атмосфералық ауаның сапасын өлшеу әсер ету аймағының шекарасында метеорологиялық қамтамасыз етудің 8 нүктеде жүргізіледі. Сынама алынған күні, қоршаған ортаның температурасы барлығы ескеріліп отырады. Оны жаңағы лаборатория келген кезде өздерінің боспен жұмыс жасайды, олардың өздерінің тәртібі бар. Соның бәрін тіркеп алғаннан кейін барып аспапты өлшеуге көшеді. Содан кейін нәтижесін протокол ретінде өздеріңізге әкеліп тапсырады. Сол МВД сайтқа бірге ашып тапсырғанда сол протоколды бірге тіркеп тапсырасыздар. Келесі осы экологиялық өндірістік бақылауға қатысты топырақ мониторингісі. Полигон аумағындағы топырақтың жай-күйіне мониторинг жүргізілетін болады. 4 нүктеде, солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс бөлігінде мыс топырақтың құрамында мыс, бұрыш, қорғасын, кадмий сияқты ауыр металдардың бар жоқтығын айқындау үшін бұлда аккредитованный лабораториясы лицензиясы бар организацияны жүргізеді. Топырақ сынамаларын алып кетеді, олар уже экспресс әдіс емес, ол лабораторияның өзінде жүргізілетін болады. Соңында нәтижесі сіздерге хаттама түрінде беріліп, сайтқа бұлда тіркелетін болады. Соңғы бағдарлама осы неге кіретін мемлекеттік сараптамаға кіретін қоршаған ортаны қорғау жоспары, онда өзінің талаптары бар. Қандай шараларды қамтиды? Шығарындылар көздеріндегі және санитарлық қорғау аймағындағы аспаптық өлшеулер, инструментальный әдіс деген сол аспаптық өлшеулер лабораторияда жүргізілетін. Жер асты сулары сапасының жай-күйіне және гидрогеологиялық өзгерістерге мониторинг жүргізу, кәсіпорын аумағын көгалдандыру, қатты тұрмыстық қалдықтарды уақытылы тығыздау, келіп түсетін қалдықтар санын арнайы журналда жүргізу, есепке алып отыру, келіп түсетін қалдықтардың массасын анықтау үшін қабылдау текше метрмен жүргізіледі. Қажет болған жағдайда өлшеу аспаптары пайдаланылады. Полигонды жою жобасының сараптама қорытындысын әзірлеу және алу. Осындай шараларды қамтиды. Жобаны жасақтау барысында Қазақстан Республикасының атмосфералық ауа ресурстарының шығарындыларының әсерін анықтау әдістемесі бойынша есеп жүргізіліп, есеп бойынша зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрация деңгейін аспайтын анықталды. Өңірдегі санитарлық эпидемиологиялық және әлеуметтік экологиялық жағдайға кері әсерін тигізбейтіндігі, сондай-ақ жалпы Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына оң әсер ететіндігін атап өтуге болады. Бұл жоба нормативтік, экологиялық, санитарлық, гигиеналық Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын басқа да нормалардың талаптарына сәйкес келеді және адамның өмірі, денсаулығы, меншігі мен қоршаған ортаны қорғау үшін оның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Рұқсат қағазды алғаннан кейін тек қана қоршаған ортаға әсерді 90 сайын бақылап қана қоймай, шығарылған жаңағы ластағыш заттарға салық органына да 8-7 декларация бойынша есеп тапсырып отырылатын болады. Қысқаша айтқанда, жаңағы қоқыс төгілетін аймақты заңдастыру мақсаты, жұмыстың мақсаты. Рұқсат алғаннан кейін алдарыңызға осындай талаптар қойылады. Ол талаптың барлығы рұқсат қағазы алғаннан кейін особый условия деген бар, ерекше талаптар. Соның ішіне жазылатын отчеттардың уақыты, периодичностен уақыт сайын соңғы көрсетілген редакцияның ерекшелігі қоршаған ортаны қорғау, ол жылына 1 рет тапсырылады. Әрбір отчеттің өзінің периодтар жазылып тұратын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса
мырзабековна, Ермесова, сізге көп рахмет. Енді біздің түсінгеніміз, біз бірінші этапты мынау әлі этап бітпеген болып тұр ғой, иә? Мына этаптан кейін, значит, химиялық сараптамалар жүру керек болып тұр ғой, да? Жүргізе ме оны? Жоқ, бұл осы этап біткенде рұқсат қағаз аласыз, сол рұқсат қағазының артында условия жазылып тұрады. Соны егер орындамасаңыз рұқсатыңызды қайтарып алу мүмкін. Қайтарып алу мүмкін. Түсінікті. Енді ондағы условиялардың ішінде мына химиялық зерттеулер бар ма? Оған біз отдельно қаражат бөлуіміз керек пе? Қазірден бастап өйткені біз келесі жылғы қаражатымызды жоспарлауға көшеміз ғой, сол уақытта беріп өтуіміз керек қой. Аккредитованный лабораториялар бар, соған Соларға жүгінуіміз керек, да? Знаете, тоже веб-порталмен шығаратын болып тұрмыз, да, оларға? ауаны, топырақты, жаңа өзіңіз айтқандай су көздері жоқ қой. Су көзі жоқ, жер асты су көзі де жоқ, бұларда ол жағынан қауіп жоқ. Енді келесі мен бір келіспей отырған жерім мана айтқан жоқсыз, қатты қалдықтардың көлемін айтқан кезде тонна бірдеңе дедіңіз, да? Иә. Тонна 276. 276 тонна. Мен тонна 276 деп ойлап жазғанмын. 276 тонна. Үшін бұл қатты қалдық шығаруға мүмкіндігіміз болып тұр ғой. Бір жылға берілетін лимит болып тұр ғой бізге. Жыл сайын сол лимиттен аспау. Енді жасыратым жоқ, бізде ауылдық жердегі үлкен мына мусордың проблемасы біреу бізде. Қазақша біздің ауылда оны, біздің ауылда әр ауылда сасық дейді, бірақ навоз ғой, навоз. Навоз негізі ол мына 4 гектар жерімізге ол сыймайды ол, өйткені ауылдың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы болғандықтан қыс бойы мал дейтін бізде қатқыл жер тұрақты қорада шығады, одан шыққан навоз. Ол негізі қатты қалдыққа жатпайды ғой, иә? Қазір эколог ретінде айтып, соны қалай жуамыз деп. Осыған бізде айтайық көктемде, үлкен проблема. Негізі сізге айтқанда, сіздің әріптесіңіз, сөзіңізді бөлейін, оқуда болған уақытта негізі навоз жайылу керек жерге, да? Буртование. Да. Мына көгілдір газ келді, газоснабжение бір жағынан жақсы болғанмен, екінші жағынан осындай проблемалар туындайды. Бұрын оның бәрін отынға пайдаланып экологиялық кодекста полигонға қойылатын 350-351 баптарда арнайы перечень бар, список. Органикалық зат, ол үйден шығатын бола ма, әлде жануарлардың қалдығы ма, оны қабылдауға полигонға тыйым салынған. Қабылдауға болмайды, себебі биогаз, метан бөлінетін органикадан. Сол себепті 2019 жылдан бастап тыйым салынды. Ешқандай органика бармау керек. Потому что бәрі айтады, полигон жанады деп. Неге жанады? Себебі ол органикадан бөлінетін метан жанғыш өзіне. Ол кез келген уақытта жанады. Сол себептен ветеринарный отделға негізі буртование жүргізу керек. Буртование өзінің арнайы технологиясы бар, оған вермикультура пайдаланады, арнайы калифорнийский не бар, ол арнайы сатылады. Немесе биопрепараттар бар, порошки, бактериялар, биоразложение тездететін, иіс шығармайтын микропрепараттар болады. Әртүрлі препарат қолынан, ол жалғыз сіздің қолыңыздан келмейді, оны ветеринария саласымен бірігіп сондай жұмыстар жүргізу керек. Бірақ та оны физический лиц, адамдарға ондай талап қоюдан білмеймін, заң жүзінде қалай болады. Қазір мүмкін емес қой. Бірақ енді біз бір сәтті білеміз, заман талабы мысалы бізде шыны керек. Өмірімізде енді қазір 20 жаста болсақ, соның 25 жасында жартысы совет үкіметінен өтті ғой. Ол кезде мысалы мусор деген понятие болған жоқ қой, қайда кеткің келеді, сонда апарып төгесің ғой. Ол дейтін бізге кәдімгі керек емес. Енді білеміз, енді бір 30 жыл өткенде бұл мусор алтын болып шығатынын білеміз енді. Өйткені бүгінгі уақытта жасыл ел, сол болса безотходное производство қазір көбейіп келе жатыр. Түбі мысалға бұл жерде Қытай халқы отыр, мысалға түбі бұнда бір үлкен бизнеске айналады ғой. Шыны керек. Навозда бизнеске айналады ғой. Навозда бәрі де бизнеске айналады. Просто қазір бізге керек емес. Біздің қазаққа дымда керек емес қой. Біздің қазаққа дымда керек емес. Вот ертең басқа технологиялар енеді, үлкен заводтар пайда болады осының басына. Келіп сатып алады, доғып отырады, ол кезде уже не болады осында. Қазір біздің мынау проблема бар. Значит, енді айтыңызшы, біз енді бұған рұқсат алдық да. Менің естуім бойынша бұрын ғарыштан Шыңғырлау ауданына дейін көрініп тұрған, бүгінгі таңда ғарыштың көлемі кеңейтілген, қазір почти Орда ауданына дейін мусор полигондардың бәрі көрініп тұр деп айтып жатыр.
департамент экология инспекциясы состав инспекторлар жүргізеді. Бізге свидетельство жоқ. Ол туралы айтқым келеді. Өйткені ол рас болар дейді. Өйткені жақында ғана Әрине. аудан әкімінің несіне түскен ғарыштан бізде мына жерде ауылдың шетінде басқа ескі карьер бар, соның кирпичный болған. Сол ғарыштан көріп тұрдық фотоларын жіберген. Жоюға деп. Подравнять. Оның өзі 30 жыл жазған қазылған карьер. Арнайы органдар айналысады бізде оған. Оларда еще карающий органдар болады да. Тексеріп. Да, тексеріп. Рахмет сізге. Ал сұрақтарың бар ма? Ал мусор достан кейін ойланып төлесін десең. Халыққа айтыңыздар, ал мусор. Сізге мен сұрақ қояйын. Мен өзім ана мусор әкім ана осы жақта қанда өмірсіз қарбезді бар. Көшімді мен өзім көшімді айналғанда көшім жақта көшек памперс сонда ол деген ол сонда халыққа айтып классының халқы соған шындырып осылай памперс тастама десе ауа ана көшімнің астына сондай тастауға болмайды тазалық қайтады соның бәрі неге жатпай ма? Осы қысқаша айтқанда памперстің жағдайында қалай мен өзім шықсам қақ көшеде жатады мына самға жақта қақ көшеде памперс соны енді баланың ашылған соғалға айтып енді ауылы деген оба деген бүтілі маңғаларын бүтілі келгенде осылай жаңадан келгенде сондағы тістіне сондай сөзді айтып халықты жинап тістіне ана памперсті жинап Әрине, оларды пресстеп жинап, арнайы оларды өшеге жинап әдемі график құрылып, мен ауылдар алып кететін әдемі қағазып сол жерге төгетін бөлек қағазда бөлек хаттамаға енгіземіз өте дұрыс. сонда тазалық Бізде енді шыны керек ЖКХ не жоқ, бізде әкімшіліктен жасайтын қойыптамызға көйлеміз. Оның барлығы бәрі қағазында бірақ болашақта осының бәрін ететін шығар енді. Кешегі таңда біздер ЖКХ-мен договорға отырдық, сіздің неңіз арқылы. Біздер олармен отырдық, қаттыға жиналған уақытта бір жерге жинау, ана жою вегетация кезінде көмектесуге. Және олар әлі пайдалануға берілмеген пресс аппараттар алған екен, ала қаласа. Соларды қолған уақытта соларға тасымал ретінде сондай бір заттар не қолымыздан келеді соны істеуге мысалға пивной банкадан қалған пайдаланатын киімгай манағы айтқан баклажка киімгай соларды біздер пресс аппараттар бере аламыз басқа енді неміз жоқ мүмкіндігімізше таза соған тасымал сізге как раз сұрағыңызға жауап бәрін жинап пресстеп централизованный бір ортаға алып кететін ұйымға да әрбір ауылға соғып жүрмейді ғой бәрін бір орында жинап қазір ажайы ауыл болып сол жаққа бәрі сапайына қайткен жаққа қалған кете берген енді барып менің өзім жинағанда бақыласын мүшекпен енді бөліп менің өзімді бөлдім қайтақты мен өзім баламды жоқ жинақ қылады сосын орынды протоколға енгіземіз бұл жолда қалай болса солай ал сіздер ғана ақболат деймін ішінде жүр мен өзім аламын сондай мен өзім аламын басқа ауылдың кісілер болып жатыр сізге көп рахмет баяндама бойынша келесі сұрақ жауаптар енді қазір жүріп жатыр ғой сұрақ жауап ұсыныс пікірлеріңіз болса осы хаттамаға енгізуге жаңағыдай тағы ұсыныс пікірлеріңіз болса кіргізулеріңіз керек енді менің өзімнің болашақта шыны керек қаражатымыз өте ауылда қиындау да бізде негізінде 4-ші деңгейде қаражатқа күйелеңіз болды біздер негізі ол 4-ші деңгейге түсетін ауылдың кәсібі
машиналардың кетуі, үйдің налогы азын шоғын болып, оның еще бізге беретін лимиттің 50%-ін аудандық бюджетке аударамыз да, қалған бюджеттің өзімізге соны береміз. Менің ұсынысым да, вообще ойым да, арманым да бүлге келгенде көп болған. Көшенің басына сондай мусорный нелер орналастыру, осы қатты қалдықтар, мына бакалаврский жинайтын шөлмектерді бөлек жинайтын жалпы ойымда бар. Көшенің шетінен жалпы біздің ұлтымыз, осы ұлтымыз қазақ қоғамы осы ауылымыз жанымыз ашса, негізі бұның өзі мәдениеттен сауаттылық керек болған. Сұрақ жауап бар ма тағы да? Жоқ, сұрақ жоқ. айтыңызшы не үндемей Не тегіші? Сұрақ бар ма? Так, құрметті ауылдастар, басқа ұсыныстар болмаса, қоғамдық тыңдауларды қорытындылаймыз. Бүгін жоба бойынша баяндамалар тыңдалып, мүдделі халықтың сұрақтары мен ұсыныстары айтылды. Сіздің барлық ұсыныстарыңыз бен ескерулеріңіз бүгінгі хаттамада көрсетіледі және мемлекеттік органдарға жіберіледі. Порталда орналастырылған баяндама материалдары мен құжаттар бойынша барлық ұсыныстар мен ескерулеріңіздің алынуына байланысты қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп есептеледі. Қатысқандарыңыз үшін баршаңызға рахмет айтамыз.